Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін R6 достар, қалайсыздар? Короче достар, бүгінгі видеода біз тиктокер жағыз Лейдиға пранк ұстайтын боламыз. Ол қандай пранк десеңіздер, короче біз оны қазір СНСке шақырамыз, дискордқа тартамыз. Сосын мен оған ережелерін айтамын да, короче чисто хедшот ойнаймыз, анау дейміз де. Ол келсе, сосын мен дискордтан шықтым деймін да, бірақ дискордта отыра беремін шықпай. Короче біз соны реакциясын көретін боламыз. Ал сіздер видео басталмас бұрын каналға тіркеліп және осы видеоға лайк басып видеоны тамашалап кетіңіздер. Ал ендеше біз өзіміздің видеомызға кеттік. Кинолар қымбаттап кеткен да, карантин болған соң 3,5 дүйім алдында барсақ. Желание ашып кетті ғой, бар ғой. Барып тұрық 3 мың мың теңгеге алдық қалында Астанада жүргенде. 1000 теңге болды ма? 1500 болды былтыр. Бля, кино айтыңыз по-братски. Жанып тұрған үміттер. Сен жазып жібердің бе? Шалон, короче. Басына кетті. Реально маған шалон дұрыс кино ма? Маған айтып жүрсің. Уақыт жоқ бейт. Қызық кино. Бір кішкентай Не туралы, бля, аниме емес па случайно? Қара, айтайын ба? Қазір бір үлкен кісі бар, бір 30-ға келіп қалған. Бірақ бойы андай бір 6-7 жасар балаға ұқсайды. Сосын біреудің үйіне, короче, бала болып кіреді ғой. Білем мен ол кино көріп тастадым, кстати. Білем. Ана оның епті түрін істейді, ана ол. Түрін айтсайшы ана. Сосын басқа кино қандай. Бұнда шыққан кино ғой. Тағандай кино бар. Прям жесткий, мощный, сочный. Страшилка керек па? YouTube қарап, леди. Ой, бәле. Өзім пихать етіп не? Нағыл дейді? Қандай кино деді? Леди деген каналды қара дейм. YouTube'дан. Ой, одан неинтересно деп штучкам басып, неинтересно деп жатсам. Кумаш? Айта бер. Арсен жоқта, Арсен естіп тұрма мені? Жоқ. Микрофон өшіп сағын ол. Бле, көріп тұр ғой мен апеш қолданып отқанымды. Даун болғанда ол емделемді да, не жүрген келіп кетсін. Ну, всегда күтсем емдерген. Бір емдере қойсам мен. Енді өмірсаң қаттал. Это устранил мен атып жіберем. Жоқ, айттым ол емделемді. Ол устранил. Оттаған әңгіме. Кең әңгіме. Джингелинго. Айт бірдеме шапалақсыз қосты света бірдеме әлі какаджи бұл. Ана елаларына күрек ойнатып ба? Жүрегім ауырады же осындай кісілерді көріп. Ела дейм, зеф дейм. Ау? Елаларым күрек ойнатып сен ба дейм. Иә? Тоқсын көші қысылмайды. Қандай ол грубый дейді, сөйледің бейлі ол кезде. Возможно, Чисто басқа деген адам білем. Турнирде сондай... Или сасқалақтағаннан кейін бе? Сасқалақтайсың ба турда? Қой менде сасқалақтайды дейді. Сасқалақта жүйсімен. Бәде қалай ойнап отыр Арсен? Жақсы ойнап отыр ма? Не, дерзко. Бәсе. Нешенші? Нешең неше отыр отыр. Шаббат, леди. Леди Бот. Сейчас көреміз ғой. Тиктокта хедшоттарың өтірік болып тұр, значит. Ой, бәлі! Шығатын жағы аяқпын. Тиктокқа хедшот салмайм мен. Бля, қыздарға шының бе тиктокта хедшот салар? Мен апис комментарий жазып кетем, леди сен ботсың, атяшқа бере алмайсың. Бір жазып кетеміз ба? WhatsApp'тан сонда қалып бір қатып кетті жаман. Атмас. Валлахи. Ей, айтпай ақ қой деп. Өйтіп вообще айтпа. Ладно, короче. Тащеркам бәрі білет шығар енді. Айтпай қойындым да. Не буду отмазываться. Когда есть не постоянно тащите. Придешь, блин. Кімнің күліп жатқан? Дауыстан ажырата алмаймын. Зефриксті қалай жатады айтшы? Видео түсірген свой Зефрикс. Ана видео. Құрыстыратын видео не хочу. Ол не? Құрыстыру деген. Мама,
точно Ақтөбеде тұрасың ба? Ондай сөз айтпайды екен бізде. Күшті деген сөз ғой. Батыста тұратындар білет. Найс деген сөзді білесің ба? Найс дегенді білесің ба, леди? Хотя бы. Нәш ли дегендерді оңтүстіктер айтпай ма шынында ма? Қайдағы батыс? Батыс айтады найс деп қояды екен ғой. Мамбеттер айтады шығар, может. Блин. Еба! Жиналың жігіттер. Зев шыдамай Мамбетке теңеп сат сен. Ма деді ма Мамбетке теңеп сат. Шыдама сен. Мамбет деген Жоқ, жақсы жоқ, ғой. Мамбет деген жақсы ғой, орыс ма? Мамбет Вот деген именно, Мұхаммед шынды ма? пайғамбардың бұрын қысқартып именно. айтатын болған Мамбет деп. Аты ғой. Жаман сияқты былай естісең. Мамбет деген. Қаймағына Бірақ сендерге келгенде мен жаман жағын айттым. Колхоз. Айттым ғой не. Колхоз. Ма шыдама сен. Бопты, колхоз бола салайын. Жақсы. И так сондайсың. И так сондайсың деп сат. Бопты. Қызбен ұрсыспай қойын. Қызбен ұрсысам. Просто алып тастаймын да, лейдиді. Ақтөбеге жылтыртпай қойын. Остамыз құрсын орнына қойып тастаймын ғой. Талай сондай қыздар айтқан конкретно. Бәрін орнына қойып тастаймын. Лейди, айырылып жатсың ба? Ау. Егерде алып тастасаң, екеуміз шығық, егерде алынып қалсаң, вообще Free Fire ойнайықшы деп. Әңгіме айтпай қой. Менімен шықсам бар ғой, Free Fire өшіріліп кетеді ғой. Зачем айтып па? Айтсаңыз? Я сосредоточиться етіп жатырмын. Дискорд тебе мешает прям. Аңғары көрдің ба, ұтылып жатырмын мен соның кесірінен. Не могу сосредоточиться. Қайдан атмаскада барын өлмедің бе? Эх, Атмаскаңа жол болсын. біз турнирді де, видеоны да бәрін дискордта отырамыз ғой, үндемей. Нешеге ұтылып жатсың? Сен қой алматыда екінші рет атып жібердім телосына. Зажимщик. Давай. Шығайық на туре СНС против маған шықшал. Көрек қалай. Сен бірінші R6 ұтып ал, содан кейін маған айтасың, окей? Да, неше рет ұттым оны мен. Жоқ, осы қазір ұтсай. Давай. Менімен шығуға деген негізі жүрек керек қой, құрсын. Ойлам, iPhone не 12 Pro Max бар. Баса, парс етем ма? Давай. Парс. Ля, неге фабрикада шетке кетеді, адам түсінбеймін, ол жақта зона келіп қалады ғой. Ортада кайф қой. Біз гаражда ойнаймыз бұрыннан бері. Мен де бұрын гаражда ойнайтынмын, қазір түсіндім, то что это тупо. Мне как бол, мне нужна кайка. Я кімнен тапсырмалсам, да? Бот. Өліп қалдың ба? Жоқ. Өлесің. Өлтіріп жатырмын. Зажиммен. Зажипщик, мамиме еще менімен шыққысы келіп тұр, еще зажимщик. Шалып. Кім біздің гильдияны білет? Біздің гильдияда Макстың гильдиясында Беканы тайсыңдар ма? Беканы, Макстың бұрынғы составын кім білет? Айбат, Бека. Семьяның алдындағы ма? Иә. Сол кезде Бека болды ғой, Кьюзер Бека ше? Кьюзер Бека. Что-то винчестермен шықпай жатыр. Соны секіріп атады деп ха-ха прикол ұстайтын болдық бәріміз. Потом секіріп атқан жаман ба не? Басқа секіріп атады да бір ха-ханы вообще ойында ше. Еще екі рет атады ғой секіргенде де. Сообщество. Естімедің ба не құшсын кетті ғой. Айтты ғой. Ол деген жүр ғой. Басқа елдердің аккаунтымен өрген сияқты ғой. Никак бол. Мне нужна кайка. Ема, Кроностың тез жүретіні прям кайф қой. Что там, брат? 22 минута.
22 минуттан хеттер У меня тебе. Сен қазір футбол көрмей кеттің ба или әлі көретін бе? Мен ба? Мен футбол қарамаймын ғой бұрыннан бері. Мелодрама қарайды ол. Не, ойын ben ойнағанды жақсы көремін, бірақ қараған жақсы келмейді. Ойын Ойнау ойнағанды білесің ба не? ойлаймын да. О, сұраса майди білесің бе, ойын көрген жоқсың. Көрдің ба, көрмедің бе? Көрдім ғой, көрдім. Ол кезде шашы бұйра болған жоқ, зефтің. Қалай ойнайсың? Не, типа, о, катай детям ғой. Просто болады ғой, скамейканы жылтып қоятын адамдар. Бәрін катай ететін едім, ол келді. Бұның практикасының өзі сені алдап кетеді ғой. Біздің қанда бар ғой, футбол деген бауыр. Мә, қатып қалды. Месси, мысалы, менің ранойым. Роналду менің Арсен. папаммен бірге. Че там, ұтылып атсың ба? Кірсінші, дискордқа кірсінші. Ұтылып қалдың ба? Дұрыс кірсінші, не айтады екен? Ұтылып қалдың ба? Не ұтылу деген? СНС шықпаймыз. Арсен? Басың қалай? Мә, бас деймайды, ұялмай. Не болды? Кәдімгі не скрин жіберейін ба? Бәрі қит қой? Жібермей қой. Терістік ойнады. Не болды айтшы? Нет, күшті бәрі. Айтшы, не болды? Да? Що, енді не болды? Кірсінші, дискордқа кірсінші деп отсың ғой. Сен мана бері істеттің ба? Мен саған тоқта деген неге тоқтамадың да? Жоқ, мен естіген жоқпын. Мен босыбана көрем. Скамейканы жылтық бат дейсің ба? Зефикс кеттік, айыпсың. Қой, сен Артикстен ұтылып қалдың ба? Артикс ұттың ба мен сені? Ұтылып қалдың ба? Ұтылып қалдым. Сен ұтылып қалдың ба, Артикс? Ұттым, 7-ге. Болды ғой, сен мені қайбеттің мен айта салуға болмай ма? Болмысы көте шығар. Шықшы дымды білмеймін, кеттік. Ашыңдар школды. Не болды, енді бірден айтшы, менің ойынымды ма, қалай ойын қалай болды айтшы. Не, дерскі ойнадым просто. Сен келгенсің, айтқан келген, мақтағым келген. Күшті ойнадым просто. Мен мақташы енді. Ойбай, Арсикс, басынан дым қалмады, бас кетіп қалды вообще. Ойынына да, вообще, ойында да бас кетіп қалды. Шыма, айтып қоймадым, 10-шы уровеньдағы шлем алып шықты деп. Броник. Шлем. Содан кейін айт. Енді банан ал дедің содан кейін ойында. В смысле? Екі стенка басылмақты, екі тычка атып жібердің ба содан кейін дискордта Иә. Сен естідің ба? Содан кейін мен емделіп аламын дедім, мен оны емдеткіземін дедің ба? Сен естідің ба бәрін? Иә. Короче, айттым, то что мен саған всегда емделуге уақыт беремін ғой, всегда емделесің сен. Мен емделмеймін, өмір сен емделесің. Мен бірінші рет емделе қойып едім, сен атып салың келіп. И то в тело. Содан сен ақтөй тұрасың, май істедің, ал деді, не істеген, не дегенде, еще да. Да. Сондай ақтап жүреді істеміз ба, сен келгенсің? Қалай жалпы? Жақсы. Солай де бауырым. Солай де, Зерс, что там, комнат аштың ба? Лейди. Сәлем, ютуб дейші. Сәлем, ютуб, а чё? Сіздермен бірге болған бұлмен лейди дейші. Неге? Қош? А? Да, реакцияңыз жоқ екен дейді. Ассалаумағалейкум. Кімнің ютубы? Уағалейкум. Короче, мен саған пранк... қалай жағдайларыңыз, А сен әдейі телға аттың ба? Ой, бәлә! Шығатын жағы аяқпын.
Короче, достар, осындай видео болды. Енді анаяқта бітіріп тастайын ба деп едім, но бәрі келіп бытыс болып кетті. Енді Дуган сөзін естіген шығарсыздар енді. Енді лейдидің базар жоқ, дым реакциясы жоқ екен, но нормально. Егер де достар видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, және де осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған бұл мен Арсикс. Келесі видеода жүздескенше. Давайте.